Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Достық подкасттың кезекті шығарылымы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қоғамның 5 кеселі тұрғысын бірі ретінде отбасылық зорлық, зомбылық және буллинг мәселесін, жалпы қоғамдағы зорлық, зомбылықтың өршіп тұрғанын атап өткен болатын. Қоғамның 5 кеселінің бірі ретінде бүгінгі таңдағы маңызды тақырыптардың бірі де. Бүгін осы тақырып төңірегінде, яғни отбасылық зорлық, зомбылық және буллинг қоғам кесапаты тақырып төңірегінде ой өрбітетін боламыз. Подкаст барысында ол үшін біздің студиямызға шақырылған арнайы қонақтарымызбен танысып отыралық. Сонымен Марзия Ермұханова, педагог-психолог, сонымен бірге кризис орталықтың заңгері Бекболат Тайыржанов мырза. Студиямызға қош келдіңіздер. Алдымен алғашқы сұрақ осы қазіргі таңда осы отбасылық зорлық, зомбылық мәселесінің қоғамдағы буллинг, оның әртүрлі кибербуллинг болсын, жастардың арасындағы буллинг мәселесі, осылардың негізгі қоғамда былай пайда болу сипаты қашаннан бастап орын алды? Бұрын бұл айтылмайтын беді, жасырын болатын беді. Соңғы кезде ақпаратқа әркімнің қолжетімділігі артқан сайын әр осындай оқиға жаңағы жасырын қалмай белгілі болып жатыр ма? Қоғамда көп болып кетуінің себебі неде деп ойлайсыздар? Бастай берсеңіздер болады. Сәлеметсіздер ма? Мен Ермұханова Марзия Есенғалиқызы, қаладағы нөмір 33-ші Қасым Қайсенов атындағы мектепте педагог-психолог болып қызмет атқарып келемін. Бүгінгі сұхбатқа шақырғандарыңызға өте ризамын. Бүгінгі тақырып, жаңа сіздің айтқан тақырыбыңыздың бәрі де қазіргі таңда белең алып тұрған отбасындағы, жалпы қоғамдағы, мектептегі, кез келген ортадағы зорлық, зомбылық көзге көрініп, құлаққа естіліп, ақпараттар арқылы тарап, сол арқылы халық мұның хабардары болып, барлық жағдайды талқылап жатқан кезең. Бұрын, яғни айтқанда 20-шы ғасырда бұл тақырыптар біздер бұны тәртіпсіздік деп айттық. Мектепте шәкірт өзінің бір ерсі қылығын көрсететін болса, сынып жетекшісіне оқушының тәртіпсіздік жасайды деп ескертіп, сынып жиналысына салып, жаңағы ата-ананы шақырмай, сыныптың ішінде өзі татулыққа келтіруге мүмкіндік болып, соған жағдай жасалды. Бұрыннан бар дейсіз ғой бұл? Бұрыннан бұл тақырып бар. Ол зомбылық, бірақ ол ашық жария айтылып, талқылауға салынған жоқ. Қазіргі кезең 21-ші ғасыр, енді ақпараттың заманын дамыған кезеңі, және қазіргі таңда біздің жастар, қоғам қайдан өнеге үлгі алып жатыр. Мен ойлаймын, қолдарында телефон, интернет байланыс, барлығынан олардың мендігі жоғары болып кетті қазір балдар. Эгосы дейсіз. Эгосы. Яғни айтқанда, мендігі жоғары әрбір тұлға кез келген жағдайда өзінің жақсы жағынан да, жаман жағынан да көрсетеді. Психолог ретінде менің ойым. Сол арқылы ол өзінің теріс қылығы арқылы қоғамға зиян тигізеді, ортаны бүлдіреді, достарын ренжітеді, ата-ананы түрлі қиындыққа салады. Сонда бұның арғы ең шығу тегінде де ол отбасындағы көрген тәрбиеде деп өзім ойлаймын. Мысалы, мен бір өз тәжірибемнен айтар едім, букмекерлік неге ойынға кіріп кеткен Лудаман бір жігіт келіп мені кеңес алған мезгілде зерттеу арқылы, қарау арқылы сол ақырында отбасында бала кезіндегі әкесінің жасаған қиянатын ақырында ішінде қалып, сол агрессия соның бойында есейген шағында керісінше қалыптаса бастайды. Былайша айтқанда баланың бойындағы мінез-құлық ол отбасының проекциясы дейсіз ғой? Әрине. Ұяда не көрсеңіз, ұшқанда соны ілесің деген бар. Қазіргі таңдағы, қазіргі заманның ұрпағының бәрі Абай атам айтқан таза келді. Дана Абай айтты, ұрпақ үш түрлі болып өмірге келеді. Біреуі көрсем білсем, біреуі ішсем жесем деген ұрпақ болады. Және біреуі әкеге жетіп туады, біреуі әкеден қалып туады, және біреуі әкеден озып туады деген. Жалпы айтқанда, осы ғұлама Абай атамыздың қазіргі заманда ұрпақтардың шетелден білім алып, керемет тілдерді біліп, жетістікке жетіп, өзін көрсетіп, жақсы жағынан дамытып, өмірдің барлық белестеріне жету толық мүмкіндік бар. Бірақ ол үшін ол өмірде түзу жолда жүру керек. Осы ұрпақ түзу жолда жүру үшін отбасындағы берілетін тәрбие
түзу болу керек, дұрыс болу керек. Әке мен шешенің арасындағы қарым-қатынас махаббатқа толы болу керек. Мен мысалы талай жыл жұмыс жасап, талай ата-аналармен, талай шәкірттермен жаңағы ұстаз ретінде, психолог ретінде жасағанда өзімнің бір ойдан түйгенім, ана махаббатын көріп өскен ер бала қатыгездікке отбасында көп бармайды. Егер де анасына жақын өсіп, мамасын қатты қадірлеп өскен қыз бала ер жетіп тұрмыс құрғанда өзінің анасының қадір қасиетін бағалап, ата-анаға сөз келтірмеуге тырысады. Сонда біздер, қазіргі жас отбасылар, өзімізді жылтыраған киіммен, керемет машинамен, дүние толы үймен, керемет жан-жақты шетелге шыққан Қыдырыспен мен керімін деуге болмайды. Адам өзінің ұрпағымен көрікті дейді. Сіздер қазіргі таңда ұрпақтарыңызды түзу жолға тәрбиелеу үшін өздеріңіздің отбасындағы қарым-қатынастарыңыз өте дұрыс болу керек. Сонда олардың санасында зорлық деген, әлімжеттік деген, біреуге қиянат жасау деген сана болмайды. Осы орайда мен сөзді Бекболат Бақтыгерейұлына бергім келіп отыр. Мына отбасы мәселесіне келіп отыр қой. Жалпы енді жаңа Марзия пайда етіп кетті өз сөзінде, бұл жаңа заманның легі, анау буллинг деген, зорлық, зомбылық деген сөздер жаңа заманның легімен келді деп, әсіресе мына оқушылардың ортасындағы буллинг болсын, отбасындағы зорлық, зомбылық деп арнайылап айтар тағатынымыз болсын. Сол секілді мысалы кризистік орталықта ол жақында болған, салыстырмалы түрде тәуелсіздік алған жылдардан кейін пайда болған, 2000 жылдардан кейін пайда болған ғой, түсінігімше, иә. Бұндайдың баламасы кеңес үкіметінде болды ма кризистік орталықтар секілді? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен өзім таныстырып өтейін. Атырау облысы бойынша тұрмыстық зорлық зомбылық бөлімшесінің арнаулы қызмет, әлеуметтік қызметтер көрсету бөлімшесінің заңгері боламын. Есімім Тайжан Бекболат Бақтыгерейұлы. Яғни бізде елбасымыздың қолдауымен, жарлығымен, 2006 жыл, 2016 жылдары гендерлік теңдік стратегиясы және тұрмыстық зорлық зомбылықтың профилактикасын заңын алға асыру бөлімінде облыс басшыларымен қолдауымен 2012 жылы Алмагүл 4-те тұрмыстық зорлық зомбылық көрген әйел азаматшаларға әлеуметтік қызмет көрсетуге бөлімшесі ашылған. Ол бөлімшеде 20 төсек орын орналасқан. Яғни оларда тұрмыстық зорлық зомбылық көріп түскеннен кейін бізде жататын орны тегін, 3 мезгіл тамағы тегін, медициналық қызмет көрсетуі тегін, заңгерлік қызмет тегін, сосын психологиялық. Сосын маман тәрбиешілер бар. Сол біз 3 бағытта жұмыс жасаймыз. Яғни балалармен де жұмыс жасаймыз, білімін арттыруға, солармен атсалысып, заңгерлік біз білім беріп, өздерінің құқықтарын білдіріп, психологиялық жұмыстар жүргізіп, әлеуметтік көмектермен неше түрлі тренингтерге апарып, бір нелерге апарып, сонда үйірмелерге сондайға бейімдейміз. Тұрмыстық зорлық зомбылықтың енді неше түрі, 4 түрі бар ғой, білесіздер. Ең бірінші физикалық, сосын экономикалық, психикалық, сексуалдық сосын. Соның ішінде енді қазір көп орта жүретін физикалық қой, көбіне жүретін. Кейде болады, психикалық, экономикалықта жүретін. Тұрмыстық зорлық зомбылық жалпы айтылғанда ол тек қана әйел адамға қатысты емес. Осыны айтқым келіп отқан мен. Әйел адамға қатысты емес, ол еркек адамға да, балаға да, ол ана енесі бола ма, атасы бола ма, келіні бола ма, ол неше түрлі жағдайда бір тұрмыстық зорлық зомбылық көреді. Соны бізде үзекке қоңырау түскеннен кейін учаскелік полицияның баянатымен біз ішке қабылдаймыз. Ішке қабылдағаннан кейін біздің мақсат тек қана ажырастырып жіберу емес. Әрине. Біз біз зерттеп, түсініп, екі ортада қандай
бір кикілжің бар, қандай түсініспеушілік бар дегендей, соның бәрін анықтап, егер де бізде де болады енді жаңағындай таяқтың екі ұшы бар дейді ғой, жаңағындай өздерінен де қателіктер болатын да, себептер болады. Жаңағыдай соның алдын алып, жаңағыдай жолдасымен сөйлесеміз, или енесімен сөйлесеміз. Медиаторлық функция. Иә, медиациялық бізде жаңағыдай біз жұмыс атқарамыз. Яғни сол екі отбасыны шайқалтпай, жаңағыдай бір қосып жүруге біз атсалысамыз. Бір Қазір 20 кереует деп айттыңыз, 20 адамға қазіргі таңда қаншалықты толып отыр осы 20 кереует? Бізде қазір іште 3 әйел адам жатыр. 3 әйел адам жатыр, жаңағыдай біреуі баласымен. Екеуі баласымен, жаңағы бір баламен, біреуі баласы жатыр. Енді 12 жылдай 12 жыл болып отыр ғой, жұмыс жасап келе жатқан 2012. Осы кезде хабарласқан ер адамдар болды ма? Конечно, болады. Бізде іште жаңағыдай сіз толықтырып айтқызған, бізде сенім телефоны бар. Яғни сенім телефонымен біз психологиялық жаңағыдай сосын заңгерлік қызмет атқарамыз. Бұның барлығы жаңағыдай бағалап өзіміз ішімізде қалады. Біз ешқайда жарияламаймыз, бәрі анонимдік құпия түрде. Жаңағыдай телефонмен жаңағыдай сұхбат алғысы келе ма, или ішке аяқтай келіп неткісі келе ма, біз жаңағыдай адамның өзінің келісім бойынша жаңағыдай аяқтай келем десе, ішке келіп заңгерлік көмек алады, или психологиялық көмек алады. Оның ішінде де жаңағыдай әйел адамдар да бар, еркек адамдар да бар, жаңағыдай әйел адамның ішінде келіні бар, енесі бар дегендей, жаңағыдай үлкен аналарымыз да бар. Оның ішінде 70-ке келіп қалған. Ондай неше түрлі жағдайлар болады да, жаңағыдай. Енді бірақ дегенмен әйел адамдар көбірек хабарласады ғой, иә? Әйел адамдар көбірек хабарласады. Енді біздікі жаңағыдай сол именно әйел адамдарға қатысты бөлімше болғаннан кейін бізге көбіне әйел адамдар жаңағыдай учаскелік полицияның баянатымен бізге ішке келеді. Және енді біздегі өзі менталитетте бар ғой, ер адам көп жағдайда ол арыз шағым түсіреді. Жаңағыдай айта кететіндей, жаңағыдай біз айтып отырмыз ғой, жаңағыдай төрт көбіне еркек адамдардың көбіне көретін психологиялық, экономикалық қой. Жаңағыдай бір енді ер азамат болғасын ондай бүйтіп анау арызданбайды. Әрине. Иә. Жаңағыдай сіз психолог болсаңыз, жаңағыдай бізде қазір тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу дейді ғой. Біздің ол алдын алу, біздің жаңағыдай қоғам болып атсалысып, осындай бір қоғамға бір дұрыс жағынан, яғни біздің қазақи тәрбие жағынан бір сондай жеткізу, біздің иерархияның бұзылуы қазіргі. Жаңағы психолог білсең, треугольник дейді ғой. Треугольник деген бар. Жаңағыдай жәбірленуші, агрессор, құтқарушы деген сияқты. Ол треугольникті айта кететін болсақ, жаңағыдай құтқарушының өзі агрессор болады. Бала келейік, например, бір бала. Бала сабақ оқымай жатыр дейік та, сабақ оқымай жатыр. Например, шешесін айтқасын тыңдамай жатыр. Шешесі келеді, например, әкесіне айтады. Әкесі барады да жаңағыдай айқайлайды, анау жаңағыдай көтен шапалақпен беріп жүруі мүмкін. Сондайда на самом деле кім болады агрессор? Например, мамасы ғой агрессор. Былай айналып келгенде ол не болып қалды? Жаңағыдай құтқарушы болып қалды. Рөлін алды дейсіз. Рөлі ауысып кетті да. Сол сияқты әртүрлі жағдай болады. Әке жаманат болып. Әке жаманат болып қалады. Шеше жаңағыдай не болып қалады. Сондай біз бізде жаңағыдай қазақи тәрбиеде бізде баланы әке тәрбиелеу керек. Тікелей әке тәрбиелеу керек. Тікелей әке тәрбиелеп, жаңағы қыз баланы через шешесі арқылы тәрбиелейді да. Бізде қоғамда қалай? Бізде либо шешесі тәрбиелейді баланы, либо шешесі тәрбиелемесе, оны үлкен қызы тәрбиелейді. Либо ата әжесі тәрбиелейді да. Солай да. Біздің түп санада жаңағыдай бір не болып қойған, жаңағыдай мен асырап жатырмын, киіндіріп жатырмын, жаңағыдай оқуға түсірдім деген. На самом деле біздің түп сана тәрбиеден тұрады. Біздің тәрбие болмаса, ол жаңағыдай қоғамға шыққанда өзінің жаңағыдай тәрбие көрмегендігін салады. Осы орайда әлеуметтанушылар, әсіресе бізде енді этнопсихология көп дамымаған ғой, бірақ дегенмен
мына мәселені айтады көп жағдайда мынау Қытайларда ұлғарыс бар екен ғой өзі. Өтпелі кезеңде өмірге кел деген. Сол мынау қазіргі таңда осы мен ойлаймын зорлық зомбылықты, отбасылық зорлық зомбылықты, оның ішінде ажырасуға келетін басқа да қоғамдық кесапаттар, лудомания болсын, сол мынау өтпелі кезеңде өмірге келген. Яғни анау кеңес үкіметі ыдырар тұста және ыдырағаннан кейін тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өмірге келген осы бір тұтастай бір 10 жылдықтың арасындағы ұрпақ болар. Солардан туындап жатыр деп ойлаймын. Мәселе шынымен сіз айтып отырғандай жаңағы ол кезде бізде өкінішке орай ата-анада тек қана бір мақсат болды. Ол баланы аштан қатырмау, қатарынан қалдырмау. Былайша айтқанда өзіміздің елімізде солай таңдады ғой. Алдымен экономика, содан кейін идеология деген секілді. Бізде де алдымен баланы асырау кәдімгі, аш қалдырмау, содан соң тәрбие мәселесіне келді. Осы тұста тұтастай бір пара қосып шықты деймін да. Қалай ойлайсыз өзіңіз? Жалпы алғанда бұрын бәсеке дейтін сөз былай қарағанда көп естілген жоқ. Қазір енді барлық жерде бәсеке. Мені осы бәсекенің өзі келеді, кішкентай садикке барған баланың өзін, кішкентай сәбидің өзінен бастап, ата-ана бәсекемен киіндіреді, қымбат телефондармен оқушыларға алып береді, қымбат киіммен кигізеді, өсе келе оған қымбат көлік мінгізеді, қабілеті жетсін жетпесін керемет жаңа мамандық таңдауға да ата-ана қазір кіріседі. Баланың жүрек таңдаған мамандық кейде өзім барғым келеді, апай бірақ менің мамам жібермейді деген сөздер айтады. Неге? Өйткені ананың ішінде бәсеке басталып кетеді. Менің қызым одан да жоғары болу керек дейді. Бәсекелестік бақталастыққа ауысып кетті дейсіз ғой. Иә, содан келеді осы бәсекелестіктен пайда болатын міне ашу ыза. Мына қазіргі таңдағы неге балаларда агрессия көп? Мектепте жұмыс жасап, қазіргі таңда талай шәкірт алдыма келгенде, олардың ішіндегі ренжіштің бәрі неден туындайды? Міне, қазір бұрын кім не келіп жатыр, қалай келіп жатыр, оған мән берілген жоқ. Мектепте қазір біркелкі форма ғой. Бірақ мектептен шыға сала бала қандай көлікпен жүреді қазір. Соның бәріне келді де қоғамдағы кеңістік пайда болды. Қандай телефон ұстайды жаңағы ғой? Міне, мәселе сол телефон. Кейде мен сыныпта жаңа тренингке кірген кезде телефондарды жинап қоямын. Неге? Сені кейде камераға түсіріп отырғысы келетін шәкірттер болады. Әрине, көп көріп жүрміз. Иә, сонда бұл ақпараттардың алуды, үйде ата-ана саған не айтылды, қандай тақырып қозғалды дегенде бала ата-анаға шын ненің барлығын жайып. Сонда кейде айтамын, мектептегі нәрсені үйге тасып керегі жоқ. Бұрынғы тәрбие солай. Үйдегіні мектепке әкеліп айтып керегі жоқ. Тек қана өзіңнің ортаңда өзіңді дұрыс ұста. Сонда адам баласының мынандай деген бір Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңін оқып айтып берген, жақсылық көрсең біреуден, мен қандаймын деп ойла. Жамандық көрсең біреуден, мен қандаймын деп ойла. Сонда адам бұл өмірде жақсылыққа жету үшін өзіндік менің қандай екенін бағалап жүру керек қой. Өзін төмендетпеуге тырысу керек. Отбасында сондай сенің болашақ біздің айнамызсың қызға. Айтады ғой, қызым кісі айнасы, келінім өз айнам. Сонда ұрпақ қандай болып тәрбиеленсе, ата-ана өзінің деңгейін содан көрсетеді. Ол бай болмай-ақ қойсын, ол дәулетті болмай-ақ қойсын, бірақ оның ұрпағы абай атам айтқандай өзінен озып кетсе, биік белеске білім жағынан жетсе, қазіргі таңда сол шетелге барып, керемет ентадан бал жинап, білімді алып жатқан жастар бар. Неге? Өйткені олардың ар жағындағы отбасында көрген тектілігі, тәрбиесі, соны алып келіп мектепте өзін дұрыс ұстағандығы, ұстаздың да жақсы білімін алып, соны өзінің бойына сіңіргені, өзін өзі дамытқаны және өзін өзі жақсы көргені, өзін өзі бағалаған әрбір тұлға өзін биік белеске жетелейді. Ешқандай қиянат жасамауға тырысады. Өзгенің нәрсесін алып біреуге жаман сөз айтып жәбірленуге тырысады. Бірақ қазір қоғам қалай болғанда да ондай жаңа зорлықтан, қиянаттан ешқандай қашып құтыла алмай тұр. Әрине. Әлемді жайлаған қиянат, ақпарат, қазір күн сайын болып жатқан барлық мәселе көз алдарында. Ал кейде мындай модельдер кездеседі ғой, ол да жиі болып тұратын, естіп жүрген ситуация деп болады, өмірлік. Анау жас отбасын құрады, дегенмен бірақ ата-енесімен тұрады. Сол кезде енесі, анасы баласының жұмыс жасайтын, отбасын құрып отырған үлкен азаматтың картасын
жалақы алатын картасын өзіне алып алады. Сонымен бірге келіннен де соны талап ететін модельдерге. Ол дұрыс емес. Бірақ ол да зорлық зомбылыққа жатады ғой. Конечно, ол да зорлық зомбылыққа. Ол да жаңағындай әр адам өзінің табысы өзі ұстау керек. Бірақ өзім ұстаймын екен, тек қана өзіне жарату керек емес. Жаңағындай семьяң болса, жаңағындай семья ком услуга бар, или жаңағындай квартира жалдап тұрсаң, квартираның ақшасы бар, ішетін тамағың бар, киетін киімің бар, жаңағындай садигің бар, мектебің бар деген жаңағындай неше түрлі жаңағындай өзің семьяға керек жарақтарыңды жаңағындай ортақ бюджет дейді ғой. Сол ортақ бюджеттен Сол, ортақ бюджет деп ал. Одан осыған бір кішкене қосқым келеді. Ақша деген төрт аяқтан тұрады. Солай ғой. Бұл ақшаның атқаратын рөлі қай отбасы қоғамда да өте жоғары деп ойлаймыз бәріміз. Ақшам болса, кішкентайынан бастап қазір балдар ақша тапсам, қазір уже соған бейімделіп Басты құндылықтардың біріне айналу шыны керек. Енді қарайық. Отбасын құрған жас семья, яғни айтқанда отау өзінің бюджеті дейді. Мысалы, жігіттің ақшасы, жаңа келген келіннің ақшасы. Енді олар келді, ата мен ене шаңырағына келді. Мен мысалы 3 келін тәрбиелеп, бір қызды жатып отырған отбасымыз. Жолдасым, жаңа Досен айтып тұрсың, бұл да педагог. Көлік коммуникация жасайды. 40 жылдан кетті, бәрімізге отау құрғанымызға 45 жыл болды. Сонда біздерде мынандай қағида. 20 жылдан кетті келіндер, шаруам жоқ ақшасында. Баланың да ақшаларында ешқандай жұмысымыз жоқ. Екеуміз де зейнеткерлерміз, табысымыз бар. Сонда қалай? Керек кезде тиімді алып береді. Қонаққа барар мезгілде, санаторияға барар мезгілде бәрі де жиналып, өздерінің жағдайын палат-пелерін береді. Біздер олардан ештеңе дәметпей, өзіміз жүрсек те, олар бізге жағдай істейді. Неге? Бала өзінің ата-ананың алдындағы міндеті, борышын қалай өткереді, қалай ақтайды, махаббатын қалай білдіреді? Ол отбасын құрып, ең бірінші жарымен тату болса, сол шаңыраққа ұрпақ әкелсе, сол шаңырақтың көркейтсе, ең бірінші келетін қонағын сыйласа. Біздерде шаңырақта келген келін міндетті түрде қонақжай дәстүрін қабылдайды. Әуелі соны сол этаптан өтеді. Қонақжайлықтан. Сонда 3 келінге де өте ризамын, сол үшін ата-аналарына, мамаларына рахмет айтамын. Неге қонақ өз ырысымен келеді дейді. Адам баласының ырысты, байқуатты, дәулетті, жан-жақты сондай жапырағын жаюы, ұрпағын тарауы ол қонақжайлығында. Біздерде солай деп ойлаймын. Ата-енем солай тәрбиелеген, өте қонақжай кісі болған. Атам әсіресе атақты шопан болған, Еңгізатының совхозының беделді керемет жаңағы озық қызметкері болған. Мен сол кісінің келіні болғанмын, сол кісіге жақын болғанмын. Осынияз фамилиясы солай қатты жақсы көргенмін. Сонда қоғам неге жан-жақты айқай шуға, отбасы неге сондай араздыққа түсу себебі жаңа ақшаға талас. Мінекей. Неге керек келіннің ақшасына жабысып, неге керек баланың ақшасына жабысып? Өздеріне жұмсасын, керек кезінде береді ғой. Сонда тыныш болады ғой құлағы, бәрінің де. Мысалы, ешқашан мен келіндерге айқайлап, ұрсып, жаңағыдай ескерту беріп, білмеймін, мұндай сирек болды. Келгеннен бастап оларға әрқайсысына аттарын айтпай ат қойып, Гүлсім Гүлен, Шолпан Шанел, Айгерім Айко. 20-дан кетті, менің келіндерімнің ата-аналары сол атқа үйренді. Балаларды үйренді. Мен сонда олардың аттарын айтпай ат қою арқылы оларды өзіме жүрегіме жақын тарттым. Сол есімді олар қабылдады. Енді қазір қоғамда өзің ойласаң, қызым кейде айтады маған, мама сен келіндердің нелер тұяқ көресіңдер, екеуің де. Келіндер атасына өте жақын. Сонда ол неден жылы сөйлеген сайын қазақтың бар ғой. Сонда жылы қарым-қатынас арқылы тату-тәтті семья болып кетуге болады. Бірден оның ақшасына жабысып, бірден оның киген киіміне бәстесіп, таққан алтынына, тағы бір дүниелеріне ене кірісе бастаса, онда қайта береке болады. Қайта баласын шексіз махаббатпен жақсы көрген ата-ана оның баласының махаббатын қатты қадірлеу керек. Мысалы, мен өзімнің ұлдарымның таңдаған жарларына екі қағида бар ғой. Мамандық таңдаудан қателеспе және жар таңдаудан қателеспе. Сонда мен өте риза боламын. Олардың жар таңдаудан да мамандықтан да
қателеспегендігіне. Сонда келген жердің текті жердің қыздары келіп өздерінің шаңырақтың гүл жайнатса, опағына келсе, біздерге құрмет көрсетсе, одан артық не бақыт керек? Шүкірлік айту керек. Әрине. Осы орайда мынандай бір мәселе туындайды. Жаңа біз енді қазір осы мәселеге ұлттық менталитет тұрғысынан қарап отырып қой. Сіз өзіңіздің жеке тәжірибеңізбен бөлісіп өтсіз. Біздің енді қоғамда ұлттық дүниетанымымызда мынандай мәселе бар. Бала ата-анасын асырауға міндетті, өйткені біз оны баланың ата-ана алдындағы борышы деген. Иә, осындай түсінік болғаннан кейін біз асырауға міндетті деп аламыз. Ал шындығында қарайтын болсақ, міндетті ме? Шынына қарағанда негізі міндетті емес. Заң тұрғыда міндетті емес. Егер ата-ана міндетті баланы асырауға, бірақ бала кәмелет жасқа дейін міндетті, 18 жасқа дейін. Ата-ананы бірақ міндетті емес деп міндеттеледі, егер де ата-анасы жұмыс жасай алмайтын, өз-өзіне қарай алмайтын жағдайда болатын болса, міндетті ол кезде міндетті. Былай енді қол-аяғы сау жүрген болатын болса, ондайда заң алдында міндеттей алмаймыз. Иә, міндеттей алмаймыз. Бірақ бұл бағанағы біз айтқандай, мысалы осы да зорлық-зомбылыққа жата ма? Қараңызшы, егер жаңағы мысалы ата-енесі, ата-анасы баласына, үйленген отбасылы баласына, сен бізді асырауға міндеттісің деп жатады ол да, отбасылық зорлық-зомбылық. Жоқ, енді не қойса, алдына бір преграда қойса, енді психологический міне атака дейді ғой, сондай бір жасау мүмкін. Бірақ енді біз қазақ болғаннан кейін біз оны алдында айтып кеткен, біз негізі қазақи заңдар таңдау енгізуіміз керек деген сияқты бар ғой. Иә, қазақи тұрғыда біз басқа мемлекеттерге қарағанда біз қазақ атымыз қазақ болып қалған, ол біздің менталитетіміз, яғни тәрбиеміз. Сол үлкенді құрметтеу, үлкенді сыйлау деген сияқты. Сондай біз жазылмаған заңдарымыз дейсіз ғой. Бізде, например, Қазақстанда кезінде қуғыншылық неде ингушия чешендерді қуған бізде Қазақстан нетіп алды ғой, қабылдады, жер аударғандар нетіп алды. Бірақ ол біздің ата бабаларымыз олай істеген. Қазіргі қазақтар ондай емес. Ондай бола алмайды, ондай дархандық жоқ дейсіз. Ондай болу үшін біздің қазақи тәрбиені үйрену керек. Ол үшін қайтадан. Иә. Жаңа сөз арасында да айтып кеттім ғой, бізде этнопсихология, этнопедагогика деген алғашқы нышандары болғанмен, бірақ әлі дамудың деңгейіне жеткен жоқ. Мысалы, көп нәрсеге осы ұлттық тәрбие, ұлттық дүниетаным, ұлттық көзқарас призмасынан баға беретін болса, көп нәрсенің оңай тінін табуға болатын еді, шешімін сіз айтып отырғанда. Жаңағы былай қарасаңыз, мысалы, қызық нәрселер айтылып отыр ғой енді. Заң аясында мысалы ата-ана бала ата-анасын бағуға міндетті емес, асырауға міндетті емес. Бірақ бізде түсінік бар. Баланың борышы ата-анасының алдындағы дегенде. Иә, жоқ, кәдімгі түсінік бар ғой. Баланың ата-анасының алдындағы парызы, борышы дейміз, ананың ақысын ақтау деген түсініктер бар. Заң бойынша ондай міндет жоқ. Сонымен бірге жаңағы балаға осыншалықты қысым көрсетуге болады, психологиялық деп тұрмыз, бірақ заң тұрғысынан оны бәрі реттей алмаймыз. Мысалы, барып мені ата-анам маған қысым көрсетеді деп айтса, бала, жалғыз ұлы дейік, ата-анасына айтса, оны заң тұрғысынан біз ешқалай реттей алмаймыз. Жоқ, қысым көрсеткен енді бар ғой, неше түрлі ата-анасын соғатындары бар, ата-анасын ақшасын, пенсиясын алып алатындары бар, неше түрлі жағдай, оның бәрі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жатады. Ондай болмайды. Ал баласының ақшасын алып алатын ата-ана? Баласының ақшасын алуға болмайды тоже. Келіннің ақшасын алуға болмайды. Әр адам, мен жаңа айтып кеткендей, әр адам өзінің табысы өзі тауы керек. Ол сенің еңбегің, күн 8 сағаттан жұмыс жасап, еңбек атқан. Бұл мәселе енді жаңада сөз арасында айтып отырмыз ғой, бұл қоғам болғаннан кейін бұл бәрібір болатын нәрсе, анық нәрсе. Бірақ ең алаңдататыны соңғы кезде көп белең алып кеткендігінде болып отыр да. Анау ұрпақтар арасындағы сабақтастық үзіліп қалып, сосын екінші бір мәселе, менің ойымша әрине, бұл ақпаратқа тым қолжетімді болып кетті де, ақпарат және әр адам ақпарат тарата алатын болып кетті. Бұрын жаңа өз сөзіңізде айттыңыз ғой, бұрын оны
кейін үлкен бұзақылық жасаса оқушыны педсоветке салатын еді. Ол бір. Және оқушы ешқашан үйіндегісін мектепке алып келетін елмен, бірақ мектептегіні үйге алып бармайтын еді. Өйткені анау мұғалім маған ұрысты, болмаса мұғалім мені нұқып жіберді деп ата-анасына айтатын болса, ата-анасынан және таяқ жейді, ұрыс естиді. Осындай жаңағы былайша айтқанда таразының басын тең ұстаудың арқасында белгілі дәрежеде бұл мәселе қоғамда болмады, айтылмады. Енді болмады деп айтылмаймыз, зорлық зомбылық кеңес үкіметінің тұсында да болды. Банағы бұзақылық, қазіргі буллинг деп отқанымыз ол тұста да болды, бірақ басқаша баға берілді. Бірақ жабық күйінде қалды, сосын ұрпақтас сабақтас. Қазір ұрпақтас сабақтастық үзіліп қалған секілді сол. Қазіргі таңда біздің дүниетанымның жаңа өзіңіз айтқандай ақша мәселесі бірінші орынға шығып кетті. Бұрынғыдай белгілі бір дәрежеде ұлттық болсын, мемлекеттік болсын тұтастай алғанда идеология жоқ. Ұят деген сөз бар. Жаңа боулинг деген сияқты айта кетейін. Боулинг деген негізі ағылшын тілінен алғанда бұқалан. Боулинг жаңағыдай қазақша арналғанда қорқыту. Қорқыту. Бізде боулинг жаңағыдай 11 жас пен 15 жас аралығында негізі көбіне болатын. Анау баланың пубертатный периоды. Иә, оны қорқыту мүмкін, жаңағыдай кемсіту мүмкін, жаңағыдай шектету мүмкін. Оны біз қалай алдын аламыз? Оны жаңағыдай біздің мектепте оқушы жаңағыдай сынып тәрбиешісі, например, солар баланың жаңағыдай өзгерісін жаңағыдай бақылау керек. Ол ата-ана да бақылау керек үйде. Қандай өзгерістер болады? Яғни балада үлгерімі азайып кетуі мүмкін, жаңағыдай 3-ке түсіп кетуі мүмкін бағасы, тамақ ішпеуі мүмкін, тұйықтауы мүмкін, сөйлемеуі мүмкін, жаңағыдай соның бәрін байқаған, жаңағыдай мектептің жаңағыдай ұжыммен мектептің психологы бар, жаңағы ата-аналар бірге бірлесіп жаңағыдай жұмыс жасау керек баламен. Ол боулинг, например, үлкен класстарға келетін болсақ, жаңағыдай кейде өздеріңіз естіген шығарсыздар, выпускнойда 2 бөлек кет, 2 бөлек кет, басқа ата-аналар алып бере алмайды деген сияқты. Ол орада между собой, жаңағыдай балалардың арасында не ала алмайсың ба деген сияқты сондай бір сөздер жүреді. Стратаға бөлінеді кәдімгідей. Уже кейін жаңағы жас өспірім ғой, ортада ауыр қабылдайды оны. Өз-өзіне ауыр қабылдайды. Соның жаңағыдай боулингтің арт жағы жаңағыдай неге барады? Жаңағыдай суицидқа апарады. Суицидке апарады. Сонымен қатар біз біліп жүрміз, енді Құдайға шүкір деп айтайық, біздің еліміздің тарихында ондай кездескен жоқ, тәуелсіз еліміздің тарихында да. Бірақ алысқа бармай-ақ мынау көршілес Ресейде болсын, анау мұхиттың ар жағындағы ақш-та болсын, оқушылардың мектепке қарумен келіп, кәдімгі сол тікелей буллингтің әсері деп айтылады. Анау шыдай алмай, жаңа агрессиясын шығару, мектепке келіп, қарумен келіп, былайша айтқанда құрал-пластарға. Сосын кибербуллинг деген бар. Кибербуллинг, кибербуллинг деген жаңағыда ойында неше түрлі көріп алады. Телефоннан көріп алады. Сондай бар. Сосын жаңағыдай телефонмен де қорқыту бар. Телефонмен де жаңағыдай оны бірдеңе істеуге мәжбүрлеу. Сондайлар бар. Сосын қарапайым ғана әлеуметтік желіде, кез келген әлеуметтік желіде адамды мысалы былайша айтқанда кез келген ең соңғы жарқын мысал мына Париж олимпиадасында біздің боксшыларымыз сәтсіз өнер көрсетті ғой. Сол үшін бокс құрамасының Айтжан Мырзағалиевті кәдімгідей кибербуллингке ұшырады, кәдімгідей. Барлығы жамандады, оның еңбегін жоққа шығарды. Былайша айтқанда кибербуллинг, яғни оны бәрі тікелей жамандап, кемсітті орнынан алды. Кибербуллингті анықтаған кезде, например, өзінің жаңағы жоғарғы сыныптас бала жаңағыдай біреу қорқытуы мүмкін де. Ол кезде жаңағыдай идейный инспектор бар, жаңағыдай мектепте учаскелік полицейлер, солармен бірге жаңағыдай мектеп директоры бар, солармен ұжымдастырып жаңағыдай жазасын беруге тырысу керек. Бізде ондай болған жоқ. Әлі жоқ та, ондай прецедент. Бізде жаңағыдай мектеп өзінің жаңағыдай бір статусын түсірмеу үшін жаңағыдай сондай істер жаңағыдай болады ғой, оны өзара шешіп тастайды.
жаңағыдай бас жарылса бөрік ішінде, Иә. қорсынса жең ішінде деген. бізде жаңағыдай центр опекунства деген бар, жаңағыдай Гаронның жанында ашылған. Жаңағыдай сонда жаңағыдай арыз шағыммен нететін болатын болса, оның жаңағыдай ондай болмас еді жаңағыдай. Сондай нелерді алдын алу. Тәртіпті бұзушылық дейді ғой бір сөзбен. Тәртіп Ұры, жаңағыдай бір қылмыскер, бұл барлығы сразу барып қоғамға шығып қылмыскер болып кетіп или бір не болып кетпейді ғой, бұл барлығы жаңағыдай жоға үйде көрген, мектепте көрген, қалай соның өзінің тәртібімен қалыптасуына фундаменттен ғой. иә фундаменттен соға ары қарай уже үлкен бір неге нетеді. Мектептен соның бәрін алдын алып жаңағыдай осындай жазаларға тартылады деген сияқты бір не болатын болса, іс жүргізетін болса, олар уже кішкентай кезінен бастап бұндай болмайды деген бір сана енгізеді деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Мен де қоса кетейін. Біздің жалпы мектеп тәжірибесінде прокуратура мамандарының біздерде зорлық-зомбылыққа байланысты өткізетін тестісі бар. 70 сұрақ бар. Сол сұрақты біздер 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптардың оқушыларына өткіземіз тест арқылы. Соң былтыр осы биыл оқу жылының соңында люшер тестісін өткіздік балалармен. Түске байланысты. Сонда жаңағы анықтағанда 100% зорлық көріп, сондай күйзеліске түскен оқушы бізде анықталған жоқ. Бірақ кей кезде жаңағы баланың, біз сыныпта отырған баланың көңіл күйінің түскен сынып жетекшісі маған алып келеді. Апай қараңызшы, осы бала өзгеріп кетті дейді. Сөйлесе келгенде оның ата-анасы ажырасып екі жаққа кетіп жатыр екен. Мысалы бір болған оқиға. Сосын мамасын шақырып, жаңа баланың осындай күйге түскен, мамасы білмейді екен оның баланың не болып жүргенін, хабары жоқ. Өйткені таңертең сабаққа кетеді, мама жұмысқа кетеді, кешке келеді, ана телефонмен өзінің бөлмесінде отырады. Соны мамасы өзінің жас маман, сол өзінің жаңағыдай қателігін түсінді. Баланың керемет шәкірт, керемет бала өзгеріп кетті. Содан кейін пардадан басын көтермейтін, үнемі бөлек жүретін болды, тереземен тұратын болды. Сынып жетекшісіне өте риза боламын сол баланың тағдырына атсалысып, сондай мамасы өзінің қателікке шыға деп жүргенін түсінді. Сенен сақтап қалды. Көзінің аяғында келді. Баласын жаңағы сыртқа кабинет сыртына өзгеріп, рахмет, осындай мен бір қателіктен сақтап қалдым. Сонда бұл жерде қағаздан гөрі көзбе-көз баланың алдында отырған ұстаздар байқайды. Бала неге өзгеріп бара жатыр? Оның ішінде не өзгеріс бар? Қыздар болса да, сонда айтар едім, жалпы класс жетекшінің, сынып жетекшісінің, тәлім беретін сағ мұғалімдердің өз алдындағы отырған шәкірттерінің көзіне қарап, сол ішінде не болып жатқанын оқитын ұстаз, ол нағыз ұстаз. Өз мамандығына шебер. Сол құтқарушы, жаңа айтқандай көмекші, ол қоғамға нағыз тұлға қалыптастыратын ең қажет маман. Айтар едім, мектепте кез келген адам ұстаз болып кіргеннен гөрі мамандықты сүйіп, сол мамандықтың мәніне жететін, мағынасын түсінетін адам болып қалыптасса, шәкірт тәрбиелеуде, жастар тәрбиелеуде өзінің үлкен жетістігін көрсетеді. Мысалы өзім солай ойлаймын. Жаңағыда айтқандай буллингке ұшыраған бала, оны бірінші үшін сынып жетекшісі байқау керек. Сосын ата-анасы байқау керек. Соған байланысты сынып жетекшісі бар, психолог бар, ата-анасы бар, соның бәрін жаңағыдай сол буллингтен шығару керек, анықтау керек. Сосын жаңағыдай бізде айта кетейін, жаңағы бұрында біз баяғы, например, қазіргі жоғары кластарда әрбір апай береді ғой. Әрбір апай береді. Бұрында бізде жаңағыдай профилактиколог, жаңағыдай каждый сынып жетекші өзінің тәрбиесінен жаңағыдай үлес қосады. Қазір ондай емес. Соны қайта әкелу керек. Осы орайда енді бізге берілген уақытта тәмамдалған екен. Бірақ сөзді қорыта келе, былай айтқым келіп отыр, сіз де айттыңыз, апай сіз де айтып отырсыз. Буллинг мәселесі болсын, отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі болсын, сөзіңізде айттыңыз, өзіңізде ата-ана,
мектептің психологы, сынып жетекшісі барлығы бірігіп жұмыс жасау керек мәселенің біздің шешіміне. қоғаммен бірлесіп жұмыс жасау керек. Мысалы ол буллинг болсын, тұрмыстық зорлық зомбылық болсын, бізде қоғам соған жұмыс жасау керек. Бастысы немқұрайлы болмауымыз керек. Біз аталған мәселенің бар екенін мойындап отырмыз, оның себебін біліп отырмыз, салдарын көріп отырмыз. Сол себепті егер бұл мәселені түбегейлі жоймасақ та мейлінше азайту үшін біз қоғам болып атсалысу керекпіз ғой. Келісесіздер ғой? Ендеше студиямызға келіп, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп, тәжірибелеріңізбен көрермендерді таныстырғандарыңыз үшін көп рахмет айтамын. Алдағы уақытта да басқа мәселелер бойынша бұдан сәл көңілдірек тақырыптарда кездесеміз деген ойдамын. Келгендеріңіз үшін рахмет айтамын. Сіздерге де рахмет. Сіздерге де жұмыстарыңызға. Құрметті көрермендер, Достық подкастың келесі шығарылымында кездескенше сау саламатта болыңыздар.